Ишгалжилер ахияр жибарандаки тыловой коинде сеяси мабус инверсит Усмановнан эвенде тинтув кечіріп қардашы Эрнестна соравға алып кеткен. 2019 сенесі декабрь айында Русияның Женеберби махкемесі оны Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризмді қабатлап, 17 елға азатлықтан марум етті. Енді ишгалжилер ақырабасында тынч қалдырмай, бойынды учинжи тинтуфтыр. Ишгалжилер саба саат 6-да сурып келген. Ишгалжи көбетчілер оны эллеріні бұрып ерге ятқызып боғып башлаган. Тек ой ярамаған сон таққачы оны ебермеге эмір берген. Тинтуф кечірілген сон Эрнестна ақиярға ФСБ дәресіне алып кеткенлер. Сурав 6 саат девам еткен. О тинтуф протоколыны имзаламақтан ве шатлық бермектен вазгечкен. Оны тек суравдан яққанда соралғаныны айдынлатмай жаға аққанда весеқаны имзалаған сон азат еткенлер. Эрмени базарының ишгалжилер махкемесі Қырым татар халқының лидері Мустафа Джемилевнің давасы черчевесінде берілген 6 шикаяттен 5-ні кері қайтарған. Мустафа Джемилевнің оғлы Хайсерні, Меджлис рейсі Рифат Чубаровны, оның муавин Ахтем Чайгозны, Дүния Қырым татар конгрессінің президент муавины Ленур Ислямовны ве Русия Девлет Дума депутаты Михаил Шереметны махкемеге шаат оларақ давет етмектен вазгечкенлер. Санкидерсін учмайыз күні чықаралған видеокадрларда бұл инсанлар олғанны белгіленмесі чаре сыздар. Тек Сергей Абисов шаат оларақ желп етілмесіне разылық берділер. О 2014 сенесі Қырымнан ишгалжы ички ишлер назиры еді. Бұне берабер дава материаллары арасында олған дискке зарар кетірген тақықатчы махкемеге давет етілмелі. Когда следователь формировал материалы уголовного дела, он проткнул дыроколом компакт-диск, в результате чего на суде не удалось его исследовать, поскольку он оказался безнадежно испорчен. Вполне возможно, на нем содержались доказательства невиновности моего подзащитного в инкриминируемых ему деяниях. Также следователь известен тем, что именно он расследовал дело сына Мустафы Джемилева, Хайсера, в 2014-2015 годах. И вполне возможно, этот следователь имеет какую-то личную мотивацию, какую-то личную неприязнь к семье Джемилевых. Кечкен сен апрелінің 13-інде ишгалжилер Мустафа Джемилевны Русия сыңырына қанунсыз кечкенінде қабатладылар. Сөз 2014 сенесі майыс учкуны Қырымның мемори сыңырында олған вақиялар аққында кете. Окуны бинглерже Қырым татарлары Мустафа Джемилевны қаршыламаға шыққанына бақмадан ишгалжилер оны Қырымға қоймады. Америка Бірлешкен Девлетлері елбасшылығында 100 күн. Президент Джо Байден Конгрессінің 2 палата соғынды өз еші аққында есабат берді. Пандемия, иқтисадият ве Русия тежауызына қаршылық аққында айтты. Русия президенті иле кергінлік олғанны істемейм деді, ама душман ұжымы жевапсыз қалмаз деп қайдетті. Президент Байден Русия иле өзек силасы эксілтілмесі ве иклим деңішмесі меселелері черчевесінде ішбірлік япмаға азыр олғанны білдірді. With regard to Russia, I know it concerns some of you. Що стосується Росії, я дуже ясно дав зрозуміти президенту Путіну, що хоча ми не прагнемо до ескалації, їх дії матимуть наслідки. Я прямо і пропорційно відреагував на втручання Росії в наші вибори і кібератаки на наш уряд та бізнес. Але ми також можемо співпрацювати, коли це в наших спільних інтересах, як ми вчинили при продовженні договору про скорочення ядерних озброєнь, і як ми працюємо над вирішенням кліматичної кризи. We can also cooperate when it's our mutual interest. Русияде 16 Украин неонацисты яқаланған аққында қабер еттілер. Тентувлер, Иркутск, Краснодар, Саратов, Тамбов, Тюмень, Чита, Анапа, Пущино бөлгелерінде кечірілген. Яқаланған генчлеріні МКУ, Украин радикал әрекетіне әлақасы олғанында қабатлайлар. Санкидерсін олар зорбалық, экстремизм тешвиқатыны япқан ве теракт азырлай екен. Көбетшілерінің версиясына көре олар арби уджуметі пакимет биналарыны патлатмаға азырлана екен. Санкидерсін Украин оларны қозғата екен. Қырымдаки ишгалчылерінің қоқлалары Русияның таққат комитеті ве ФСБ-ны сул қамачавы үшін 12 Украина ватандашына низбетен жинайы даба башлатмаға рижа етті. Бұны ишгалчылер парламентінің спикер муавины Фимфикс айтты. Жедвелді Андрей Сенченко о 2014 сенесі март айында Украина президенті мемориеті елбасшысының муавины еді. Қырым татар халқының лидері Мустафа Джемилев, Меджлис рейсі Рифат Чубаров, Дүния Қырым татар конгрессінің президент муавины Ленур Ислямов, Украина президентінің Қырымдаки сабық
даими темсілжісі Борис Бабин, Украинаның бірінші ве 5-ші президентлері Леонид Кравчук ве Петро Порошенко, Ишгалжелер акимиеті Украина Шимали Қырым каналыны қанунсыз блок етті дей. Днепр суы Қырым ихтияжыларына %85-шіні қапатайды. Ишгалжелер ичішке келешкен су тапмақ үшін 100 миллиард рубледен зияде пара сарф етті. Ләкин су эббір тапып оламайлар. Су анбарлары сайламаға девам ете. Сакинлер суыны жедвел бойынша қоллана. Маршал Шапошников өз ракетасының аз қалды озын урмаға. Русия фрегаты модернизациядан кечкен сон сынавлар кечереді, ама бекленілген кібі олмады. Фрегат яңы калибр ракетасын атты, ама ракета юксекке көтерілместен бұрылы башлады ве деңізге түшті. Бұл Кремль етекчісі дүнияны қорқызмаға тырышқан ракетадыр. Маршал Шапошников фрегаты яқын вақытта Тынч океан флотына қошылмалы. Алмания түрклерінден Киевде яшаған мұсылманларға Рамазан софрасы донатылмасы үшін гуманитар пакетлер. Ашайт ярдымы дағытма компаниясы Түркияның Дианет ишлері идаресі, Түрк Ислам бірлігі, Дианет вақфы, Алманияның Нюберг дин қызметлер атешілігі ве Дитип Кузей Бавьера Eyalet бірлігі tarafından teşkil etildi. Oradaki kardeşlerimizin özellikle çok büyük ilgileri, alakaları oldu sizlere. Çok yakinen buna müşahede ettik. Ve sizlere en kalbi selamlarını gönderdiler. Tabii çam sakızı, çoban armağanı küçük bir hediyeyle bugün huzurlarınızdayız. İnşallah bu gönül bağımıza bir teşekkür. Musafirler kaydetkеніне көре Almaniyada milyonlarca Türkler yaşamakta, binden ziyade cami faaliyet göstermekte. Pandemiyadan sebep bir Ramazan sofrasında toplaşmağa çare olmağını için böyle aşağı etken paketler dağıtma kampanyasını teşkil etkenler. Binlerce kilometre mesafe olsa da Ramazan'da bir iftar sofrasında birlikte olmak arzusunu bu şekilde gerçekleştirmeye çalıştık. Belki bir sofrada beraber oturamıyoruz ama dedik ki soframızdaki ekmeğimizi paylaşalım. Böylece Almanya'da yaşayan Müslüman Türk cemaatimiz, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği çatısı altında faaliyet gösteren camilerimizden cemaatimiz sizlere ufak bir Ramazan hediyesi, bir şükran hediyesi gönderdiler. Onu size teslim etmeye geldik. Buyurun. Buyurun. Allah kabul etsin. Lütfen buyurun. Buyurun. Очень большое спасибо, что в такое трудное время, я же плакать начну, что наши мусульмане нас так поддерживают. Большое спасибо. Дай Бог им удачи в своих делах, чтобы у них работа шла хорошо. Им хорошо, и нам будет хорошо. Спасибо. Аллаха шикр. Бигзур Ахмед, большое спасибо всем за заботу о том, что в такой большой, великий праздник нас поддерживают наши соотечественники, наши одноверцы-мусульмане. Зор рахмет, Құдайым яратканым Аллаға шүкір. Амин, Құдайым яратканым. Қырым муфтияты бұл гуманитар пакетлеріні дағытқан түрк дин жемиетлерінің темсілжілеріне minnettarlık mektuplarını berdi. Bizlere bu güzellikleri yaşatan başta Türkiye Reisi Cumhur Recep Tayyip Erdoğan'a, aziz Türkiye milletine, Diyanet İşleri Başkanlığı'na, DİTİB Teşkilatı'na, Nürnberg ateşelerine, Kuzey Bavyera Eyaleti derneklerine ve Odessa Başkonsolosu Din Hizmetleri Koordinatörümüz sonsuz şükranlarımızı sunarız. Ramazan ayı başlағанından beri Türkiye'nin Diyanet İşleri temsilcileri Qırım muftiyatının beraberlikte Qırım Tatarlar ve diğer Müslüman halklar yaşagan Ukrayna'nın birçok bölgelerini ziyaret etip, endi 2000'den ziyade Kur'antağa böyle paketlerini dağıtıp yetiştirdi. Yardım Türkiye'nin birçok bölgesinden ve Türkler yaşagan birçok memleketlerden keledi. Ukrayna'daki bütün yardımları bizler değil, Türkiye'den, diğer gönül coğrafyalarından gelen diğer Müslüman kardeşlerimiz, sivil toplum örgütlerimiz de hep bu kardeşlerimizin yanında olmuşlardır. Yine de söylüyoruz, biz Ukrayna'daki bütün Müslümanlara bir nebze olsun onlara bir maddi yardım yapmayı kendimize borç addediyoruz. Sadece bir vazifeden öte kardeşlik hukukunun gereği olduğunu düşünüyoruz. Allah yardım yapanlardan razı olsun. Devletimizi, milletimizi var eylesin inşallah. Camiga kelib gumanitar paketlerini alıp olamağanlarga Ramazan muhitini duymalары için evlerine kadar bu paketlerini alıp barmağa işandırdılar. Şevket Amatulayev, İslam Pinka, Zaman, ATR.